Бүгінгі видеода қалай простатитті үй жағдайында емдейміз, сол туралы білетін боласыздар. Құрметті достар, денсаулық үшін каналына қош келдіңіздер. Егер тіркелмегендеріңіз болса, онда каналға тіркеліп алыңыздар. Ал тіркелген адамдар лайк басып және достарыңызға тарата жүріңіздер. Ол үшін бізге керек ас содасы. Ас содасын аламыз және де 2 литр қайнаған су аламыз. Бір үлкен қасық ас содасын алып ыдысқа саламыз. Оның үстіне 2 литр қайнаған суды құямыз. Сосын барып 1 қасық йод саламыз. Одан кейін жақсылап араластырасыз. Сосын тазикке құйып 30 минут отырасыз. Егер бұл әдіске емделмей жатса, емдік шөп бар, простатит деп аталады. Таза 100% шөптерден құралған. Толығырақ білгіңіз келсе, номерін описанияға жазып кетемін. Бұл әдіс көмектеседі деген ойдамын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.